Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге екі ғана заттан тұратын балмұздақтың рецептін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға 200 грамм сүтімізді құямыз. Дүкендерде осындай мороженныйға арналған сместер сатылады. Осындай құлпынай, сливочный, шоколадный түрлерімен жасалған. Мен құлпынай түрінен жасаймын. Сүтімізге смесімізді салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Басында жай жылдамдықпен араластырып, кейіннен жылдамдықты жоғарылатамыз. Массамыз осындай қою болып шықты, мен миксермен 5-10 минут араластырдым. Енді балмұздағымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қоямыз. Мінекей балмұздағымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет, видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер де каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.